One Piece әлемінде қарақшылар қаншалықты қауіпті болса, соларды тоқтататын күш те бар. Ол теңіз флоты. Ал флоттың ең жоғарғы соғыс күші адмиралдар. Бүгін біз One Piece әлеміндегі ең күшті топ 5 адмиралдың күші, шайқастағы нәтижесі және қауіптілігіне қарай тізіп, топ 5 ең мықты адмиралды айтатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бесінші орында Фуджитора. Фуджитора ең әділ адмиралдардың бірі. Ол соқыр болса да, әлемдегі басқалардан жақсы сезеді. Оның жемісі Зуши Номи. Бұл жеміс арқылы ол ауырлық күшін басқара алады. Қарсыласын жерге жабыстырып тастау, немесе аспаннан метеорит шақыру Фуджитора үшін қалыпты нәрсе. Дресроза аркасында ол бірнеше рет қаланы толық жойып жіберуге қауқарлы екенін көрсетті. Бірақ әділдігіне байланысты толық пайдаланбады. Оның мінезі оны 5-ші орынға қояды. Бірақ күші жағынан ол одан да жоғары тұруы мүмкін. Төртінші орында Аокедзи. Бұрынғы адмирал, қазіргі уақытта Черная Барада командасының мүшесі. Оның жемесі Хейхи Номи, мұз логиясы. Ол теңізді толық мұзға айналдырып, ондаған километр аумақты қатыра алады. Ең басты дәлел Панхазартта Акайномен 10 күндік шайқас. Ол осы шайқастан кейін аралдың бір бөлігі мәңгі мұзға, екінші бөлігі мәңгі отқа айналды. Аокедзи жеңілсе де, оның күші адмирал деңгейінен төмен емес екенін дәлелдеді. Үшінші орын Кизару. Кизару One Piece әлеміндегі ең жылдам адмирал. Оның жемісі Пика Номи, жарық логиясы. Ол жарық жылдамдығымен қозғалып, лазермен шабуылдайды және жарықтан қылыш жасай алады. Сабаоди архипелагында Кизару суперноваларды еш қиындықсыз тоқтатты. Маринфордта ол Йонка командасына қарсы жалғыз өзі соғысты. Оның басты қауіптілігі күшін ешқашан толық көрсетпейді, ал толық күшін көрген адам әдетте тірі қалмайды. Сондықтан бізде Кизару бүгінгі санақта 3-ші орынға иеленіп отыр. Екінші орында Акайну. Акайну қазіргі флит адмирал, теңіз флотындағы ең қатал әділеттің иесі. Оның жемісі Магунагу Номи, магма логиясы. Бұл шабуыл күші ең жоғары жемістердің бірі. Маринфордта ол Эйсті өлтіріп, Вайтбертті ауыр жарақатқа салды. Вайтберт дегеніміз яғни Белаус. Ал Панхазартта Аокедзимен шайқасып жеңіске жетті. Акайну эмоциясыз, тоқтамайтын, алға қарай ғана жүретін адмирал. Сол себепті ол бүгінгі біздің санағымызда 2-ші орынға ие болып отыр.
Бірінші орында Рикогю Арамаки, ең даулы бірақ ең қауіпті адмирал. Рикогюдың жемісі Мори Номи. Ол өсімдіктерді басқарып қана қоймай, қарсыласының өмір күшін сорып алады. Вано аркасында ол бірнеше жоғары деңгейлі жауынгерлерді жалғыз өзі тізе бүктірді. Ол жарақат алмайды. Керісінше, қайта шабуыл сайын күшейе түседі. Рикогюдың қауіптілігі оның күші ұзақ шайқаста арта береді. Сондықтан ол One Piece әлеміндегі ең қауіпті адмирал деп есептеледі. Міне достар, One Piece әлеміндегі ең күшті топ 5 адмиралдың бүгінгі тізімін қорытындыладық. Бұл тізіммен келісесіз бе, келіспейсіз бе, комментарийге жазып кетіңіз. Пікірге өз рейтингіңізді жазып, ал келесі видеода қай кейіпкерлерді талдайтынымызды және қандай аниме туралы білгіңіз келетінін жазып кетіңіз. Бірге талдайтын боламыз. Ендеше сау, саламатта болыңыздар.